Ақсақым бүгін тойда жырлаушы ме еді, елім маған мойынды бұрмаушы ме еді. Беташар болғаннан соң абысындар келіннің екі шетінде тұрмаушы ме еді. Құрып талай нәрселер өрнектім ғой, бет ашып біраз жерде терлеттім ғой. Қазір міне салт дәстүр өзгерді ма, бұндай міне бет ашар көрмеппін ғой. Әлі талай көретін кез келеді, жақсыларым жақсы деп сөз береді. Осындайдан бет ашар дәстүріміз қалайша мына жерде өзгереді. Бүгін той сән салтанат құрғызса дейм, халқым маған ойынды бір құсса дейм. Әлде де кеш емес ау екі абысын, екі шетіне келінім тұрғызса дейм ау. Өлеңім бар жақсыға нұрланатын, жүрегіміз иманмен жырланатын. Ол екі абысын тұру үшін білесің ба, жас келін соларға да үлгі алатын. Жақсымен қалай бүгін қауыштырмай, ішіп жеп қалай дәмді тауыстырмай. Бет ашар десе мен де жетіп келем, арыстанда молодец тамадасын ауыстырмай. Үмітін елдің бүгін ақтай тұрма, бұл сөзім жас келін бейшілерге жақпай тұрма. Екі абысын болмаса апа өзің тұршы, бұл әулет екі қатын таппай тұрма немене? Әзіл дедім елім ау күліп кетсей, қадырын жақсылардың біліп кетсей. Екі қатын екі шетінде не ақ тұрсын, орамалдың астына кіріп кетсей. Жақсы жерден бауыр болып табылайын, әр қазақты жалғызым деп сағынайын. Ал енді келіннің оқтауымен орамал жоқ, лайшы көрмек онымен не қылайын енді. Қалайша айтып әңгіме тоқтамайын, көп сөйлеп сөзіммен де оттамайын. Ал енді ол оқтау не обязательно демей-ақ қояйыншы, арман қарай кете берем тоқтамайын. Қалайша жақсылыққа кез келмейік, қалайша сәлем сал деп сөз бермейік. Ағайын салт дәстүрді мықтап сақтайықшы, біз ешқашан Европаға өзгермейік.